Сәлеметсің бе озат оқушым, бүгін бізде 22-ші сабақ жылы жүрек тәтті тіл пайымдау мәтіннің мазмұндық және құрылымдық ерекшеліктері. 33-ші жаттығу. Пайымдау мәтіннің сызбасына қара, ол қандай бөліктерден тұрады? Пайымдау мәтіннің бөліктерін қандай сөздер байланыстырып тұр? Мінеке сызба көрсетілген. Ең бірінші дәлелденетін пікір. Дәлелденетін пікірмен дәлелдеу пікірін өйткені, себебі, неге десеңіз деген сөздер байланыстырады екен, иә? Одан кейін дәлелдеу пікірінен кейін қорытынды бөлім келеді. Осы екі бөлікті сондықтан, сол себепті, демек деген осындай сөздер байланыстырып тұрады екен, иә? Яғни пайымдау мәтіні дәлелденетін пікір, дәлелдеу пікірі және қорытынды бөлімнен тұрады екен. Олардың арасын байланыстырып тұратын сөздері болады екен осындай. Келесі 34-ші жаттығу. Пайымдау мәтіннің бөліктеріне назар аудар. Бірінші дәлелденетін пікір. Мыңдаған жыл бұрын сәнді сарайларды кірпіштен салған. Кірпіштен үй салу құрылысшыларға өте ұнаған еді. Екінші дәлелдеу пікірі. Кірпішті саз бен құмнан жасайды, ал саз бен құм барлық жерден табылады. Кірпіш отқа жанбайды, суға ерімейді, қатты аязда да шытынамайды. Үшінші қорытынды бөлімі. Кірпіштен салынған үй қыста жылы, жазда салқын болады. Енді тапсырма. Пайымдау мәтіннің бөліктерін жоғарыдағы сызбада берілген көмекші сөздердің көмегімен байланыстырып жаз дейді. Мыңдаған жыл бұрын сәнді сарайларды кірпіштен салған. Кірпіштен үй салу құрылысшыларға өте ұнаған еді. Өйткені кірпішті саз бен құмнан жасайды, ал саз бен құм барлық жерден табылады. Кірпіш отқа жанбайды, суға ерімейді, қатты аязда да шытынамайды. Сол себепті кірпіштен салынған үй қыста жылы, жазда салқын болады. Мінеке осылай жазып аламыз, иә, бір-бірін байланыстырып. 35-ші жаттығу. Мәтінді түсініп оқы. Атымтай жомарт. Атымтай жомарт өзі есепсіз бай бола тұрып, күн сайын бір мезгіл үстіне ескі құсқы киім киіп, отын кесіп, шөп тасып жұмыс қылады. Бір күні өзінің жақын таныстары сұрады, дейді. Жомарт, Құдай берген дәулетіңіз бар. Ашқа тамақ, жалаңашқа киім, үйсіздерге үй болдыңыз. Сөйтіп тұрып өз басыңызды, мәртебеңізді төмен түсіріп, кедей адамша отын кесіп, шөп тасығаныңыздың мәні неде? Мәні не деп сұрайды? Жомарт айтты, дейді. 4 түрлі себеп бар. Әуелгісі әдемі ат, асыл киім, асқан дәулетті үнемі әдет етсем, көңілге желік кіргізеді. Сол желіккен көңілмен өзімнен терезесі төмен бейшаралардан жиреніп, көз салмай, кем-кетікке жәрдем беруді ұмытармын деп қорқамын. Екіншісі, бар бола тұрып, мен жұмыс қылсам, мұның кемшілік емес екенін біліп, кейінгілер әбірет алсын деймін. Үшіншісі, күн сайын өз бейнетіммен тапқан бір-екі пұлға нан сатып алып жесем, бойыма сол тамақ болып тарайды. Еңбекпен табылған дәмнің тәттілігі, сіңімділігі болады екен. Төртіншісі, Құдай тағаламның берген дәулетін өзімсініп, тиісті орындарына жаратпай, көбін өзім ішіп жеп, өзім тұтынсам, мал берген иесіне күнәлі болармын деп қорқамын. Деген осындай тамаша мәтін екен. Ыбырай Алтынсарин атамыз жазған, иә, мәтіндегі пайымдау бөліктерін ажырат. Түсіндірмені, дәлелдеуді нақтылап тұрған көмекші сөздерді тап, дейді. Мінеке көмекші сөздердің астын сызып көрсетіп қойдық. Әуелгі, екіншісі, үшіншісі және төртіншісі деген сөздер осы бөліктерді бір-бірімен байланыстырып тұрған, түсіндірмені, дәлелдеуді нақтылап тұрған көмекші сөздер екен. Келесі 36-ші жаттығу. Мәтінді түсініп оқы. Тазалықтың сыры. Үйдегі мысықтар ертеңнен кешке дейін жуынады да жатады. Сонда мысықтардың ерекше таза болып шыққаны ма? Оның әртүрлі себебі бар екен. Мәселе тазалықта ғана емес, мысықтар үстін жалаған кезде кірін кетіріп, тамақ қалдықтарынан тазарып қана қоймайды. Денесінен шығатын иісті де жояды. Өйткені олар үшін иіс өте зиянды. Себебі жемтігі оның иісін күні бұрын сезіп қойса, ол аш қалады.
Сондықтан жуынып тазарған мысық құлағын тігіп тышқан інінің аузында әлденеше сағат аңдып отырып мақсатына жетіп тынады. Негеш кітабынан алынған осындай мысықтар жайлы мәтін екен, иә? Бұл мәтіннің қай түрі дейді. Бұл бізде мәтіннің пайымдау мәтіні болып табылады, иә? Мәтіннің пайымдау мәтініне жатады екен. Енді өз сөзіңмен пайымдау мәтіннің бөліктері қамтылатындай етіп мәтінді ықшамдап жаз дейді. Осы мәтінді біз өз сөзімізбен пайымдау мәтіннің бөліктері қамтылатындай етіп жазып шығайық. Оны біз былай жазсақ болады екен. Мысықтар үнемі не үшін жуынады? Себебі олар тазаланумен бірге иісін де жояды. Өйткені жемтігі оның иісін сезіп қойса, ол аш қалады. Сол себепті олар үнемі жуынып, тазаланып барып, жемтігін қолға түсіреді. Мінекей жаңағы мәтінді ықшамдап, пайымдау бөліктері қамтылатындай етіп, осылай жазып алсақ болады екен. Біздің бүгінгі сабақ осымен аяқталды, озат оқушым. Каналға тіркелмеген болсаң, тіркеліп ала ғой. Келесі сабаққа дейін сау бол, озат оқушым.